Қайырлы күн, құрметті ағайын. Бүгінгі мейманымыз Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық министрінің өнеркәсіп кешені бойынша мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Сақташ Қастеров. Қош келдіңіз. Әңгімеміз биылғы егін орақ жайында болмақ. Құрметті көрермен, тікелей эфиріміздің байланыс телефоны 553710 хабарласып, сауалдарыңызды қоюға толықтай мүмкіншілік бар. Ал енді құрметті көрермендерге айтайын дегенім, сіздер жиі ренжіп айтып жатасыздар, осы таныстырмайсыздар алдарыңызда отырған азаматты. Сақташ Қасеновті мен әдейі таныстыра кетейін деп отырмын. Бұл азамат ауыл шаруашылығы маманы, қарапайым агроном, бас агроном, одан кейін барып сол совхоздың партиямның хатшысы, аудандық, облыстық ауыл шаруашылық департаментінің басшысы, одан кейін осы біздің ауыл шаруашылық министрінде департаменттің бастығы болды, бір емес, екі рет вице-министр болды осы ауыл шаруашылық министрі. Сондықтан менің алдымдағы бүгінгі кейіпкерім білікті маман. Сондықтан әр сұрақтарыңызға, осы ауыл шаруашылығына байланысты сұрақтарыңызға жауап беруге толықтай мүмкіншілігіміз бар. Ал сұхбатты бастамас бұрын бір бейнематериалға көз тастаңыздар. Тәуелсіздік тарихында асыр айтсаң, соңғы 30 жылда 2011 астықты жыл. 27 миллион тоннадан асырып, жарымын экспортқа тасыдық. Көлік жетпей, көңіл түскені болмаса. 2012 жылы өнімділік 50%-ға дейін бір құлап, 2013-те дихандар 19 миллион тонна астықты қамбаға құйды. Әрі мақта, картоп, бақша өнімдері де рекордтық көрсеткішті байқатты. Биылдан күтерімізде мол, гектарынан 11 центнерден орамыз деп ойластырып қойды. Қолдау ретінде тартылған 89,3 миллиард теңгені Қазагро шаруашылықтарға түгел үлестірді. Егін 2014 бағдарламасы аясында жеңілдікпен техника алуға мүмкіндік берілді. Дегенмен, қарны тоқ, дихан жоқ. Оларды баға мәселесі алаңдатады. Әзірге бидайдың тоннасы 35 мың теңгенің маңайында. Ал азық-түлік корпорациясы мемлекеттік қорға қанша астық сатып алатындығын, оның бағасын анықтап белгілеген жоқ. Тек ауыл шаруашылығы министрінің баға жоғары болады деген сөзін місе тұтып отыр. Рахмет. Енді Сақташ, еске түсірекші, осы егемендік алғалы бір қиын жағдай болды деп ауыл шаруашылығында мен айта алмаймын. Әртүрлі облыстарда жағдайлар болды. Ал республика бойынша бұл білмеймін, не себептен екенін мен түсінбеймін осыған байланысты. Бұл бір. Екіншіден, биылғы жағдай қалай, жақсы ма? Басталғаны бір 10 күндей болды ма, болған жоқ болса? Одан енді асық кетіп тұр ғой, өйткені оңтүстік облыстар ертерек бастады ғой. Жоқ, біз енді көбірек көңіл бөлеміз мынау Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарына дегенім ғой мен. Себебі ел басында сол жаққа барып кетті. Дұрыс айтасыз, енді көбісінде солтүстік облыстарда көбісінде солар ғой егін беретіндер. Солардың сол егін жинау жұмыстары осы бір 10 күннен ғана асқан шығар. Сондықтан енді аталарымыз айтқан жоқ қой. Нан болса ән болады дейді. Сондықтан біздің жалпы байлығымыз сол біздің бидайымыз, біздің егініміз ғой. Сондықтан егемендік болғаннан кейін мен айтып отырмын, енді Совет өткен кезде мысалы 25 миллион гектар салсақ та, қазіргі одан да азырақ болса да, сол өнімді алып отырмыз, бәрі сол бидайды алып отырмыз. Өйткені технология кішкене басқаша. Сосын енді айту керек, жеке меншік мынау жұмыс дегенде оны енді жаны көбірек ашиды ғой, өзінің сол өніміне, өзінің пайдасына, басқа жұмыстарға. Сондықтан енді осы 3 аймағымыз ғой, сол осы егін беретін. Қазіргі күнге жалпы мемлекет бойынша 35%-ға жақындадық сол егін жинау жұмыстарынан. Енді 10,5-нан шығып отыр өнім. 10,5-нан шығып отыр. Центнер, иә. Өткен жылы 1 гектардан. Сондықтан енді бұл көрсеткіш былай, қалай, жаман емес пе былай? Бұл енді... Ол Торғай облысы баяғыда бұл деген үлкен көрсеткіш болады. Баяғыда мен студент кезінде талай болдық қой біз. Енді Ирак ағайында оны былай айтуға болады. Өйткені енді басқа елдермен салыстырса кәдімгі аз сияқты. Басқа елде. Бірақ біз ұмытпауымыз керек, есте болу керек. Біздің мысалы бидайдың сапасы басқа.
Оны Мен жақын арада естідім осыған байланысты, Сақташ. Иә. Мына Ресей өзі бидай шығарады ғой. Иә. Бірақ осы мына печеньеға әртүрлі нелерге біздің солтүстік Қазақстан облысының несін алып кетеді, ғасырын алып кетеді екен. Дұрыс айтасыз. Ал. Мынау енді Совет үкіметінің кезінде мысалы Ресейдің өзі Қазақстаннан сол бидайымызды алып 1 тонна бидайға 100 келі Қазақстан бидайын қосатынды. Сонда орташа шыққанда ұны жақсы болып шығады. Сондықтан біздің мынау 10 центнеріміз солардың 20 центнерге жақын. Соны айтуға болады. Сондықтан енді биыл енді былтыр одан кішкене жоғары болды. Бірақ олай деге болғанды өзімізде түсініп отырмыз. Өйткені мынау әсіресе Қостанай облысында мынау енді бидайдың өзі сол сабақтану фазасында көбірек ылғалдық сонда керек. Бірақ осы биыл мынау жаңбыр кішкене кешігіп жауды. Әсіресе Қостанай облысында. Басқа облыстарда уақытымен жауды, мынау Ақмола облысында, бірақ Торғай жақ, мынау басқа оңтүстік райондарда, солтүстікте уақытымен жауды. Сондықтан жақында сол аралап жүргенде өзімізді көріп отырмыз. Кейбір мысалы шаруашылықтарда 30-ға жақын егінді тұр. 30 центнерге, 20 центнер, 15 центнер. Оны бірақ енді бәрі енді неге байланысты болып тұр ғой. Енді мына біріншіден аяз болмасын, аяз. Содан қорқамыз. Екіншіден күн ашықтығын тілейміз енді. Соның бәрін жинап алсақ, егін өзімізге де, экспортқа да жетеді деп ойлаймын. Биыл ел қамбасына орта есеппен бір 17 миллиондай түседі деген әңгіме бар, рас па жоқ па? Содан кем болмайды деп ойлаймыз біз. Содан кем, өйткені ол жалғыз енді біздің бағамыз емес, болжамымызды беріп отқан. Ондайда сол болжам Қазгидрометте беріп отыр, ол енді космостан түсіреді. Олар өзімізде қарап отырмыз. Сосын әкімшіліктерде сол баға беріп аралап, сол нені 17 миллион болады деп болжамдап отырмыз. Былтыр Сақташ, мен ұмытпасам, 27-28 мың теңгеден 1 тонна астық алып едіңіздер, мемлекет сатып. Биыл қандай жоспар бар ма жоқ па? Сол үшін қазір көбісі құлақ түріп ойнап отырған шығар қазір біздің көзқарасты. Енді түсінікті ғой, біріншіден сол шаруашылықтарға сол бидайдың бағасы. Өйткені қымбаттау болса да таза пайда да жоғары болады. Оның бәрі түсінікті. Бірақ енді қалай болсақ та қазір енді рынок дейміз ғой, біріншіден соған байланысты. Жай оны бағаны өзіңді ойластырып көтеруге де болмайды, төмендетуге болмайды. Жалғыз біз емес, мысалы баға сол қалай болатын, мысалы Ресейдің несіне өнімі байланысты, Украинаға да байланысты, оны арғарай тағы да басқа елдерде бар. Сондықтан енді бірақ енді қай тауар болса да оған бір нысана керек қой. Ал енді өсірушілер де көп, бидаймен айналысатындар да көп. Сондықтан солардың жол көрсету үшін ауыл шаруашылық министрлік қазіргі коммерциялық анау нені сатуды жол жұмысты бастайын деп жатыр. Қазіргі күнге элеваторларды анау сол астық жинайтын нелерді оларда орташа 36 мың теңге. Ал енді күннен күні баға кішкене төмендеп баратыр. Сондықтан сондай шешіп, соның бәрін ойластырып, әсіресе шаруашылықтар зиянға түспеу үшін ауыл шаруашылық министрлік азық-түлік корпорация 3-ші класс бидайдың бағасын 35 мыңға қойып тұр. Ал енді сыртқа сатуға оған кім кіріспейді. Мүмкіндігім болса өздеріміз 40-қа сат, 50-ге сат өзі. Ал енді сол ішінде алып жатса. Өзімізде сол 35-тен енді біз баға қойсақ, трейдер дейміз ғой, астық трейдер. Олар содан көрермен сұрағы бар екен, Сақташ, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Қарағанды облысынан звондап тұрмын. Менің жаңағы мына көрсеткіштер егіннің шығуы биылғы жылға жаман емес сияқты. Осы мені алаңдататын нан бағасының қазір 2 есеге жуық қымбаттауы. Нан бағасы есептен қымбатталған. Солай ғой деймін, сұрағыңыз, иә? Нан бағасы? Нан бағасы. Енді бұл қай облыста айтып отырмыз? Қарағанды деді ме? Қарағанды деді ме? Қарағанды облысы. Ол енді Қарағанды облысы біз енді өзіңіз білесіз ғой, есіңізмен осы мысалы біз енді әкімшіліктері бар, ауыл шаруашылық министрлігі, азық-түлік корпорация меморандумға отырып, шартқа отырып, әр облысқа керегі бидайын беріп отыр. Беріп отқанда ол енді сол бағамен санағанда, вообще нанның бағасы қымбат болуға тиісті емес. Оны тағы да сұрастырып көрсетіп тексеру керек. Ол мүмкін емес. Мына өнімді ұлғайтамыз деп, мына жердің құнарлығын бұзып алмаймыз ба? Ол енді агроном ретінде сізге сұрақ қойып отырмын.
Иә, енді дұрыс айтасыз, енді қандай дақыл болса да, мысалы, енді өскеннен бастап піске дейін енді сол енді жерден алады ғой. Фосфоры бар, да, калий, азоты бар. Сондықтан соның бәрі құнарлығы төмендемеу үшін оны дұрыс технология сақтап, дұрыс технологиямен өсіру соған кету керек, тырысу керек. Көбісі жекеменшіктер деген болған. Жекеменшік. Сондықтан солай болмау үшін біріншіден минералдық тыңайтқыштарды пайдалану керек. Біріншіден. Ол жұмыс іскені ауырға түспеу үшін ауыл шаруашылық министрлігінің өзінің сол бағдарлама бойынша сол енді минералдық тыңайтқыштарды арзандататын бағдарлама бар. 2 есе. 50%-ын арзандатады. Бір. Екіншіден, мына енді өзіміз осы бір 5-6 жылдан болғанша, одан көбірек болмаса, нөлдік технология деген әдіс бар, пайдаланады. Нөлдік технология. Ол нөлдік технология өзіміз елімізде осы жақында осы дүниеден кеткен Валентин Иванович Дуреченский бастап, сол кісі өзінің шаруашылығында жақсы пайдаланды. Ол енді ол әдіс, мысалы, көбірек жердің үстінде саванды қалдырып, жерге қайтарып беру деген сол кәдімгі удобрение ретінде ғой беру керек. Үшіншіден сол енді өзіміздің сол елде бұрынғы пайдаланатын әдістерді пайдалансақ, жүретін құнарлығы меніңше төмендемейді. Мына Украинадағы жағдай бізге әсері бола ма, болмай ма? Қалай деп ойлайсыз? Жоқ, мен енді бағаға байланысты. Жоқ, ол әсерге болмайды. Себебі мынау кейбір мамандардың айтуы бойынша, соның ішінде мынау Америка құрама штатының мамандары, Украина, Қазақстан, Ресей біріксе, ол үлкен монополия болуы мүмкін дейді. Астыққа байланысты. Сондықтан қазіргі бүгінгідегі жағдай әсері бола ма дегенім ғой мына. Жоқ, меніңше енді дұрыс айтасыз, енді Ресей, Қазақстан, Украина осы 3 мемлекет қой көбісінде астықты көп алатын. Мысалы, Украина мемлекеті кейбір жылдары 50 миллион тоннадан алып жүрді. Ресей биыл 95-100 миллионға дейін жақын сол болжамдап отыр. Біз енді өзіміз айтып отырмыз, 17 миллион аламыз, бірақ бізде былтырдан қалған тағы да астығымыз бар. Былтырдан қалғаны бар. Сондықтан өзімізге керегі бізге 6 миллион тонна өзімізге керегі. Оның ішінде мысалы ұнға сол пайдаланатын, сосын малға беру бар, сосын өзіміз тұқым бар. Соның бәрін салыстырғанда біз өзімізде сол 6,5-нан 7,5 миллионға дейін экспорттық мүмкіндігіміз бар. Ал енді бүгінгі. Сондықтан мен ойлаймын, өзімізге жететін де астық бар, и сататын да астық бар. Осы соңғы кезде бір әңгіме шығып жүр, кімнің таратып жүргенін білмеймін. Қоймамызда астық жоқ деген әңгіме бар. Сіздің сөзіңізге қарағанда оның бәрі өтірік болып тұр ғой. Ол бәрі бекер сөздер. Ал біз экспортқа қай мемлекеттерге жіберіп жүрміз? Біз енді жылда бұрыннан келеткен мемлекеттер бар ғой, біздің жақсы астықтарымыз сатып алып жүрген елдер. Ол біріншіден сол Иран. Жылдан жылы сол көбейіп баратыр. Азербайджан, сосын Орта Азия мемлекеттері, Қырғызстан, Таджикистан, Өзбекстан, Ресейде жақсы алып отыр. Ал енді келешекте оны енді мынау Қытай жағы жақсы болайын деп тұр келешекте. Осы 2 жыл болды, Қытай жылдан жылы мынау енді сатып алатын бидайдың несі көбейіп баратыр. Былтыр Қытай мен түсінуімше 45 мың тоннадай алған екен, биыл алайын деп отыр 150 мың тоннадай. Одан да көбірек алатын мүмкін. Одан да көбірек. Онда да өйткені келешекте осы. Ал бағасы қалай олардың бізге қойып отырған? Қазір бағасын жігіменді айта алмайды ғой. Бірақ онда бұл тікелей олармен жұмыс жасайтын азық-түлік біздің корпорация. Сондықтан енді қазір енді Қытайдан сол жұмыс басталғаннан кейін мен ойлаймын, ол тоқталмайды. Ол жылдан жылы сол көбейе береді деп ойлаймын. Тағы да телефон сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло, ассаламу алейкум. Уалейкум салам. Бұл солтүстік Қазақстан облысынан хабарласып отыр еді. Мен мынау ауыл шаруашылық министрінің көмекшісіне бір сауалым бар еді. Мен біраз жылдары мынау ауыл шаруашылығында біраз механизатор болып, механиктен бастап жұмыс істеп едім. Бірақ қазіргі мамандығы мұғалім, сондықтан мынау елді мекендерде мынау жерді өңдеген кезде мынау әлгі агрономиялық әдістерді көбіне не қылмайды. Бетін плоскорезбенен не болмаса жұқа әлгіндей тереңдікті есептемей не алтады. Сондықтан мынау арамшөп мәселелері көп шығады. Содан кейін мынау шыққан өнімнің де сапасы төменірек болады. Осыған көбірек ауыл шаруашылығы министрлігі неге байқап отырмасқа деп сол сауалым еді менің. Рахмет.
Енді оны дұрыс айтасыз, расында да кейбір шаруашылықтарда мүмкіндігі болмағаннан кейін, жағдайы болмағаннан кейін көбісінде сол көбісінде сеуіп қана сосын қана егінді піскенін күтеді ғой. Ал енді жалпы саясат былай болуға тиісті өзіміз ойлаймыз. Мынау ұсақ көлемі шамалы сол шаруашылықтар бірігу керек. Сонда олардың жағдайлары басқаша болады. Ол енді несие де ала алады. Кепілді ешкені жоғары болады. Енді соның алдымызда енді күтудеміз. Ол жұмыс басталып отыр. Кооперация заңы шығуға дайындалып отыр. Сондықтан мен ойлаймын, қай сала болса да ауыл шаруашылықта біріккеннен кейін оның көбірек мүмкіндік көбірек болады. Ал енді ауыл шаруашылығы жағынан біз енді көмекті айтсақ, енді инспекцияларымыз оны қарап отыру керек. Біріншіден, екіншіден сол арам шөптермен жұмыс дұрыс істеу үшін біз енді сол арам шөпке қарсы пайдаланатын олардың бағасын 50%-ға дейін төмендетіп отырмыз. Соның бәрін пайдаланып, сол жұмыс жасау керек. Ол өте дұрыс жұмыс болады деп ойлаймын. Дұрыс сұрақ қойдыңыз. Дұрыс сұрақ, иә. Сақташ, мынау елбасы Қостанай облысында, Солтүстік Қазақстан облысында, Ақмола облысында осы егінді орақ жиналып жатқан облыстардың бәрін аралап шықты ғой. Біраз сын айтылған сияқты. Иә. Ол тікелей әкімшілікке болсын, ауыл шаруашылық министрі де Асылжан Мамытбеков елбасының қасында жүрді. Қандай сын айтылды сонда? Енді мен де айтқым келген, енді ол кісінің елбасының айтқан сыны өте орынды. Өйткені бірінші айтқаны сол мынау қайта өндіру жұмыстарға назар аудару керек. Оған енді көнеміз, расында да. Көбісінде біз мысалы егінді жинап бидайдай сатамыз ғой. Оны мысалы ұндай сатсақ, оның мысалы пайдасы басқаша болады. Одан ары қарай кетіп, оны мысалы бидай емес, басқаны макарон дейміз, рожка, олай сатсақ, одан да пайда көбірек болады. Сондықтан сол жұмыстарға назар аудару керек. Бір. Екіншіден жаңа қайталауға болады шығар. Мынау енді ұсақ сондай шаруашылықтарды біріктіру керек. Сонда олардың мүмкіндігі де болады. Өйткені қазір енді жасыратын жоқ, бәріміз біліп отырмыз. Кейбір фермерлер мысалы сеуін себет, жинайтын техника жоқ. Анау арам шөппен жұмыс жасайтын оған да техника жоқ. Көбісінде мысалы біреу жинап алғанын күтіп отырады. Ал мысалы мен өзім егін жинамай біреуге комбайн жіберем бе? Әрине жібермеймін. Сондықтан көбісі зиянға солай түседі. Сондықтан сол енді сондай шаруашылықтар технология дұрыс сақтай алмайды. Басқа жағдай болады. Несие де ала алмайды. Банкпен де жұмыс істей алмайды. Сондықтан сол енді сондай жұмыстарға дұрыс назар аудару керек. Телефон сұрақ бар екен, көрермен тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло, ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Мына қонаққа сұрақ қойсақ бола ма? Болады ғой. Алтыным, мен мына қысқа ғана мынандай сұрақ қояйын. Ауыл шаруашылығында да көп жұмыс жасадым. Бірінші мына комитеттің төрағасына мынандай сұрағым бар еді. Кезінде Көкшетауда мына бидайдан спиртті көп алдық. Содан миллиардер болғандар көп. Енді мына комитеттің төрағасы мына түйе сүтін өткізетін, түйе сүтін өндіретін, сол спирттен түскен ақшаны түйе шаруашылығына жұмсап, балалар бағына, мектепке, университеттерге осы түйе сүтінен Израильдегідей балмұздақ сусын жасауға көмектесем екен. Бізге енді түйе сүті ата-бабамыздан келіп жатқан қан аздықтан, көптеген аурудың бәрінің алдын алады. Соған мына ауыл шаруашылық жағы әлі көңіл бөлмей отыр. Осыған келешекте көңіл бөліп, мынау астанамызда түйе сүтін дарияға ағызуға сіздер септік тигізесіңдер ме? Өйткені шетелден сыра алып келесіңдер, Ресейден арақ алып келесіңдер, бидайдан арақ жасайсыңдар. Бәрі дұрыс, бірақ маған жауап беріңізші. Сіз өзіңіз сол түйені ұстап отырсыз ба, жоқ па? Түйе ұстап отырсыз ба, өзіңіз жоқ па? Түйе ұстап отырмыз. Мынау Алматыда қазір 3000-нан астам түйе бар. Ал осыған қалай жауап бересіз? Бұл енді тікелей мен міндетіме болмаса да, бірақ енді өзім ойымды айтайын мен. Енді расында да мен енді айтайын, осы жалпы осы 1-3 жыл болды. Мынау мал шаруашылығы мәселесіне өте көп жұмыс жасалып жатыр. Оның бәрі қайталап айтсақ, оның бәріне де көп әңгіме айтуға болады. Оның ішінде, мысалы, біріншіден сол енді не ғой, енді қара малдың көбейту, қара малдың ол біраз қаржыда бөлініп жатыр. Сосын екіншіден мынау енді өзін қой несе овцеводство дейміз, басқа. Ал оның ішінде мына түйеге де енді сондай жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Өйткені бірақ енді мана жаңа айтты ғой, осы мына передача бастағанда
сенатор Айтаханов сол мәселені көтеріп жатыр деп. Онда артық болмайды, енді оған да жетеміз ғой, енді оған да жетеміз. Сақташ, жаңағы менің сұрағыма байланысты жалғастырайын деп отырмын мен. Елбасы осы үш облысты аралаған кезде айтты, мынау көрші ел Ресейде қазір санкция болып жатыр, мынау Европа одағына байланысты. Сол мәселелерді пайдалану керек деген. Осыған байланысты не істеліп жатыр бүгін біздің сіздің ауыл шаруашылық министрлігінде? Енді жылдан жылы мынау ауыл шаруашылыққа енді көмек көбейіп барады, өзіңіз білесіз ғой. Мынау бастан бастасақ, енді егін себу бастасақ, сол кезден азық-түлік продкорпорациядан қанша ақша бөлініп жатыр. Мынау пестицидтердің бағасын төмендетіп жатырмыз, жанармайдың төмендетіп жатырмыз. Оның үстіне мынау 27-ші бағдарлама бар, техниканы уақытын ұзартып алатын лизингтен борышы. Оның бәрін айта берсек, оның бәрі көп. Оның көп. Сондықтан жылдан жылы қарағанда мен айтайын, ауылдың жағдайы дұрысталып келеді деп айтсақ, ол артық болмайды шығар. Ал енді Ресей жағынан айтсақ, енді біріншіден біз енді байлығымыз жалпы сол бидай болғаннан кейін, сол бидайдың сапасын, сосын бидайдың өнімін жақсарту керек, оны көтеру керек. Оған байланысты біраз жұмыстар жасалып жатыр. Бірақ мен де айтайын, көбісінде кейбір жылдары, мысалы, егін көп болғанда, сол егінді сақтайтын кәсіпорында жетпеген болған. Сондай уақыттарда болды. Соны еске алып, осы соңғы 3-4 жылда тағы 500.000 тоннаға сақтайтын, қабылдайтын нелер салынып отыр. Ол бір. Екіншіден, мынау техника жағынан, мен жаңа айтып кеттік, ол енді ұсақ жауап нелер шаруашылық басқаларда ол проблема бар. Техника ескеріп жатыр. Сол техниканың кішкене нету үшін. Өйткені енді оны растау керек. Біз енді көбісінде 15 күнде мынау сепсек, көбісінде егін жинау уақыт созылып кетеді. Созылып кеткеннен кейін ол шашылып қалады. Сосын сапасы дұрыс болмайды. Сондықтан енді келешекте енді 15 күнде сепсек, әр кетсе бір 20-25-30 күнде жинау керек. Сонда өнімді өседі, сапасы да жақсы болады. Жақын арада мен кіммен сөйлескем? Сауырмен. Ода егіндікпен шұғылданады ғой. Айналасындағы бір жерлер жатыр. 10 шақты жыл болды дейді. Игерілмей жатыр ол жер. Сосын сұрай салсам, ол жер банкте, залықта жатыр екен. Ал осыны қалай шешуге болады? Осыдан елбасы қайта-қайта айтып жүр ғой. Жерді неге пайдаланбайсыңдар деп. Бұл мәселені өте дұрыс айтасыз. Азаматтар жоқ, төлегісі келмейді. Дұрыс айтасыз. Өзімізде енді мынау енді ауылда тұратын жолдастарымыз, таныстарымыз бар. Олар да көбісі айтып отыр. Мысалы, қалада тұрып, сол жері сол неде, бір аудандарда. Оны өзде пайдаланбайды. Өзге бірге бермейді. Сосын, мысалы, егетін жерлер, сол жерде арам шөппен қаптап кетеді, басып кетеді. Сосын басқа жерде қаптайды. Көршілерінде басып. Ол мәселе енді бәрімізге белгілі. Оны енді дұрыстау үшін бірінші сол енді заңдарға өзгеріс кіргізейін деп жатыр. Сондықтан соны кіргізгеннен кейін, сосын екіншіден ондай пайдаланбаған жердің енді сапасы төмен дейді құнарлығы. Бізде сол енді біздің бағдарлама бойынша сол жерлер тексеріліп отырады. Сосын сол тексерілгеннен кейін сапасы құнарлығы төмендегеннен кейін пайдаланбаса, ол осы сот арқылы берілу керек. Сақтар, жыл сайын бір әңгіме басталады. Науқан басталады, жанармай бағасы көтеріле басталады. Биыл қалай? Енді биыл енді белгілі ғой, расында да жанармай арзан болған бәріміз ұнатамыз. Өйткені мынау енді орташа 1 гектарға шығын санасақ, кемінде бір 10-15-20%-ға дейін сол шығын ішінде сол жанармай. Биыл өзімізге керек 410 мың тонна жанармайдың 65% облыстар алды. Оны сол енді бағасын арзандатып, қазір үкіметтің қаулысымен 95 теңге, ал енді неге шаруашылыққа жеткенше одан кішкене көбірек болып тұр. Бірақ енді арзандаған бағасын түсірген жанармай жеткілікті бар ол қазір. Ал техника дайындығы қалай? Енді облыстардың сол енді ақпараттың бойынша енді қазіргі осы егін жинау жұмысқа қатысатын 45 мың комбайн. Олар енді бәрі дайын деп сондай біз
ақпарат пайдаланып отырмыз. Мен енді ойлаймын, енді бұлай енді 15 миллион гектарды неге нетсек, бөлсек, орташа бір комбайнға бір 340 гектар шығып тұр ғой. Ол енді өнімділік өте көп емес. Көп емес. Бірақ енді екіншіден енді техника, ол енді сынбай тұрмайды. Бір норматив бойынша күніне бір 10% сынып тұрса, ол кәдімгі соған көнуге болады. Ал енді 340 гектар өте көп емес деп айтамын, өйткені мына шетелден келген комбайндардың мысалы өнімділігі одан да жоғары. Затташ, мына сұрақ қоюшылар өте көп, маған да келіп жатыр құлағыма. Оның сапасы төмендеп батыр дейді. Тыңайтқышты пайдалану қалай болса? Оның сапасына зияны бар ма, жоқ па? Енді біріншіден енді оның сапасы дұрыс болу үшін сол 3-ші классқа келсе сол жетіп жатыр ғой. Мысалы, клейковина 23-тен төмен болмау керек. Төмен болмау керек. Сосын белогы 12-14 шамада болу керек, белог. Ал енді көбісінде сол енді оның сапасы мынау дермендерге де байланысты, мен ойлаймын. Бірақ енді жалпы 3-ші класстан неткен тартқан бидай, ол сапасы төмен болға тиісті емес, меніңше. Зақташ, бидайды игеріп алдық. Қазақ қазы білет, қайда шығару керек екен, қалай апару керек екен, бағасын. Бірақ та не жағы, қалай айтуға болады қазақша айтқанда. 1 гектар бидай еккенше 1 гектар фасоль еккен пайдалы дейді. 1 гектар бидайдан біз алатын өніміз көп болса, 32-50 мың теңге ақша болса, а фасольдан 1 гектардан алатынымыз 1 миллион теңге дейді. Осындай өнімдерге неге біз мән бермейміз? Болашақта деген ғой. Жоқ, ондай өнімдерге мән беріп жатырмыз ғой. Солай ма? Өйткені енді мынау осы жылдан сайын мына қарастырсақ, мынау өте сондай таза пайдаға жоғары сондай дақылдар бар. Оның ішінде мысалы мынау соя деген балды, рапс да, сафлор, нут. Бірақ енді әр сол дақыл өзі сол жерге байланысты ғой. Мысалы соя солтүстік облыстарда өспейді. Бізде біраз шаруашылықтар сол рапстың көлемін көбейтіп жатыр. Мынау лёнді көбейтіп жатыр. Былтырғы жылы мысалы мынау лён бір тоннасы 60 мың теңге болды. 60 мың теңге. Бірақ енді бәрі сол енді сеуорот бойынша. Енді мынау Канаданы алсақ, Канаданы біраз сол енді астықпен айналысатын аумақтар бізден кішкене келеді енді. Жердің сапасы басқа, мынау ауа райы келеді. Ал, рахмет. Сондықтан енді бір сол сеуоротта бір 50-55-60% бидай аспай басқа культуралар болса, сол өте пайдалы. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт соңына таяды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сізге тілейміз сәттілік жұмысыңызға. Рахмет.